Ақтауда мүгедектер арасында жағажай волейболына халықаралық турнир басталды. 3 күнге жалғасатын байрақты бәсекеде Словакия, Ресей және Қазақстан елдерінің спортшылары бақ сынауда. Жарыс осымен 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Мұнда жалпы саны 6 команда сынға түседі. Барлығы да намысты қолдан бермеуге тырысады. Айта кетейік, ақтаулық құрама халықаралық деңгейде талайды тізе бүктіріп, жүлделі орындарды иеленіп жүр. Топ бұл жылда жеңімпаз атануға ниетті. Біз енді шетелдік халықаралық жарыстарда биыл майда өткен Анталияда 6 команда болды, сонда 2-ші орын алдық. Сосын Германияда июнь айында болған жарыста 3-ші орын алдық. Онда да 8 команда болды, бірақ біз 3-ші орын алдық. Енді Европа бойынша, Азия бойынша біздің де Ақтау командасы Қазақстанда ең мықты команда деп есептейді. Дәл қазір біздің құрама ақтаулық спортшылармен ойнап жатыр. Қарсыластарымыз осал емес. Жалпы маңғыстаулық команда көптеген халықаралық жарыстарда жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Сондықтан біздің топ намысты қолдан бермеуге тырысады.